Осыдан 2-3 жыл бұрын Рамазан айы болатын. Сұлу да сымбатты, өте пысық қызбен таныстым. Құлай сүйіп қалдым демеймін. Бірақ мейірімділігі мен қайырымдылығына тәнті болдым. Іскер ару, ауыз ашарға бірге баруды әдетке айналдырдық. Кейін 5 уақыт намазы түгел екенін білдім. 4-5 мәрте киноға да апардым. Ұната бастадым. Ол да кетәрі болмады. Бір күні саябақта қыдырып жүргенбіз. Жаз мезгілі болса да, Астанада кешкісін күн суытып кететін әдеті бар ғой. Үстімдегі қалың күртешемді дір-дір етіп тұрған нәзіктің үстіне жауып, студент кездегі қызықты сәттерді айтып келе жаттым. Кенет тақырыптың арнасы отбасы, бала сүюге ойысты. Бірақ оның көңіл күйі бірден түсіп кетті. Тәуірбек аға, қазір мен сізге бір нәрсе айтсам, сіз менімен араласуды доғарарсыз, деді. Деп аңтарылып қалдым. Менің нағашым анамның туған інісі 10-шы сынып оқып жүргенде зорлап алған. Дегенде үстіме суық суды құйып жібергендей болды. Қалай сонда, ойнап тұрсың ба? Деп өтірік жымидым. Енді мені секске төсекке шақырасыз ба? Енді мені жеңілтек қыз деп ойлайсыз, я? Сен бәрібір біттің, дәмін таттың ғой, кел жатайық дейсіз бе? Деп мені жұлқылап, жылай бастады. Сол кезде-ақ мен ұнатқан қыздың өмірден қатты соққы алғанын түсіндім. Еңкілдеп тұрған аруды құшағыма алдым. Менің де көзіме жас тығылды кеп, зәрем кетті. Оны сабырға шақырып, не болды саған? Деген сөзді айта беріппін. Бәрі басылған соң, жақын жердегі мейрамханаға барып отырдық. Әңгімесін ұзақ тыңдадым. Мектеп кезінде анасы, нағашыңның үйін сыпырып, тазалап кел деп жұмсап жіберген. Үй жинауды әдеттегідей музыка қосып, түпкі бөлмеден бастаған. Сол сәтте нағашысы артынан шап беріп, зорлап алады. Нәзіктік оны анасына айтпады. Неге айтпадың? Соттатып жібермедің бе? Елдің өсегіне қалам деп қорықтың ба? Деп сұрағанымда, әпкем мен бауырдың ара қатынасын бұзғым келмеді. Өйткені анам інісін қатты жақсы көреді, деп қысқа қайырды. Бірақ ертесіне сол нақұрыс нағашысы жездесінің үйіне кеп, түк болмағандай әпкесінің шайын ішіп, әңгіме соғып жатырған. Солай айлар өткен, жылдар өткен. Нәзіктік 11-ші сыныпты бітіріп, елордаға оқуға түседі. Ауылға мүлде баруды ұйғармады. Әлі жолы түспеген. Қазір мен 3-ші курста оқып жатырмын. Елге аяқ баспадым. Ешкімді көргім келмейді, деп сүйріктей саусақтарымен көзінің жасын сүртіп жіберді. Жаңа маған бәрібір секстің дәмін таттың ғой. Кел жатайық дейсіз бе деп неге айғайладың? Жан жақтағы жұрттан ұят болды ғой, деп ренжіген сыңай таныттым. Ол үшін кешірім сұраймын, Тәуір аға. Менің жігітім болған, ол қызсың ба деп сұрағасын, Алладан қорқып шынымды айттым. Осыдан кейін маған деген қарым қатынасы бұзылды. Менің кемшілігімді айтып, қол жұмсайтын болды. Тіптің оның не екенін білесің бе? Бәрібір деп төсекке тартты, деп көзім мөлдіреп кетті. Көңілін аулау үшін қызықты әңгімелерімді айтып, үйіне шығарып сап тұрғанда, сіз енді маған хабарласпайсыз, мен оны білем, деп үйінің есігін ашып, кіріп кетті. Мен үйіме кеттім. Көп ойландым. Әлгі қызды әйел қылып алсам, алдымен нағашысын бауыздап тастаймын деп ойладым іштей. Таң атты, күн батты, қайта таң атты. Мен расында ол қызбен қарым қатынасты сирете бастадым. Бір күні үзілді. Ол менің әділсіздігім. Бұл әрекетімді жігіттік емес, таза мігіттікке балаймын. Кейде өзімді қатты кінәлаймын, жазғырамын. Кез келген нәрсе бекер болмайды ғой. Мүмкін бұл Алланың сынағы шығар деп те ойлаймын. Ал мен сынақтан сүріндім. Енді құлағымнан нәзіктің, сіз енді маған хабарласпайсыз, мен оны білем, деген сөзі еш кетер емес. Кешір мені, нәзіктік. Әлеуметтік желіде де жоқ, ғайып болып кетті ару. Маған өте ауыр болды. Әлі күнге дейін нәзіктікті ойласам, жүрегім шым ете қалады. Мына әлемде азғындалып барады ғой құрғырды.
Ақпарат бетін аша қалсам, туысы 7 жасар қызды жыныстық қатынасқа итермелеген, көршісі 2 жасар нәрестені аяусыз зорлаған деген жаңалықтан көз ашпайсың. Дәл сол сәтте нәзіктіктің мөлдіреген көзі, ерке қылығы, жүрекке толы иманы мен ибасы еске түсіп езіліп кетемін. Бірақ соңғы кездері мені ол қыздың өмірі емес, дәл сондай ауыр жағдайға ұшыраған қазақ аруларының тағдыры алаңдатты. Рас, дәл осындай кезде ұят болады. Жұртқа қай бетімізбен қараймыз деген менталитеттің ешбір көмегі болмайды екен. Керісінше, бұл қасіретпен қоғам болып күресудің жолын іздеу керек сияқты. Мектеп психологтары қарқынды түрде жұмыс жасауы қажет. Немесе арнайы ұйым құрып, соққы алған арулардың болашағына кесірі тимейтіндей қол ұшын созуды жасырын түрде жүзеге асыру керек. Оңбағандар жазасын алу шарт. Меніңше бүгінгі таңда елімізде әр 10-шы қыз дәл осындай ситуацияға ұрынған сияқты. Құдай сақтасын. Бірақ қаншама нәзік жанды бәрін ішіне бүгіп жүр. Бұл дерт ушығып барады. Не істейміз? Ең өкініштісі, педофилия Америкада не Еуропада емес, мұсылман елдерінде көп тараған. Жақында атақты сайттан бір мақала оқыдым. Дүние жүзі бойынша Пәкістан педофилдердің ордасына айналып үлгеріпті. Өткен жылдың өзінде ақ 207 миллион тұрғыны бар елде 3800 бала зорлау оқиғасы тіркелген. Ал тең жарты халқы мұсылмандар деп жүрген Үндістан 2-ші орында. Бір жылда 2000-нан аса бала ересектер тарапынан жыныстық зорлық көрген. Масқара ғой. Педофилдердің жаны дәл осындай, таза шошқа. Өйткені шошқалар өскенде өзінің анасымен шағылса беретінін білесіз ғой. Тіпті кішкентай торайлардың да мазасын алады. Ал шошқаны бауыздамайды. Жүрек тұсына пышақты сұға салады. Оны бала күнімде көрші орыстардан талай көрдім. Дәл солай педофилдердің жүрегін жарып тастау керек.